Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай рецепті және өте дәмді болып шығатын тауық етін маринаттаймыз. Ол үшін каналыма тіркеле кетіңіз және видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Ал енді рецептпен бөлісемін. Бізге балымыздың үстіне осыны соевый соус қосамыз және де кез келген тауық етіне арналған дәмдеуіш, үстінен горчица қосамыз және дәміне қарай қара бұрыш қосып араластырып аламыз. Және сарымсақ қосамыз, яғни чеснок деп айтамыз. Сарымсағымызды қосып бір тіз араластырып алып, оның үстінен ащы кетчупты қостым. Бұл жерде чили кетчупы менде 1,5 ас қасық қосып, бұны да араластырып алу керек. Енді бұны бір шетке қойып, енді тауық аяқтарын менде бұл жерде 3 ғана ұштық. Осыны маринаттаймыз, дәміне қарай тұздап қоямыз және үстінен маринадымызды араластырып, ары-бері аударып, жақсылап тұрып ысқылап маринаттап аламыз. Бұны жақсылап араластырып болғаннан кейін мұны 1 сағат бетін жауып қоямыз маринатталу үшін. Ал енді оның қасына мен картоп, сәбіздер қостым. Өз қалауыңыз бойынша неше түрлі заттарды қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде картопты, сәбізді осылай видеодағыдай етіп турап алдым. Видеодағыдай турап алу керек және де пиязымызды осылай екіге бөліп, ортасынан турап аламыз. Барлық құрамын описание бөліміне жазып кетемін, достар. Сіздер болгар бұрыш немесе неше түрлі заттар қоссаңыздар болады. Мінекей біздің картоп, сәбіз және пиязымызды осылай ыдысқа салып, бұны араластырып аламыз. Бұның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де куркума қосып, және де картопқа арналған дәмдеуіш қосып, және үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып, араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Енді майланған ыдысымызға осыларды салып, әбден жайғастырып, үстіне дайын болған маринатталған тауық аяқтарын салып, 180 градуста 50 минут және 1 сағатта пісіріп аламыз. Міне біздің кешкі асымыз дайын, өте дәмді болып шығады және сочный болып шығады, достар. Жасап көріңіздер, кеңес беремін.